Ассалаумағалейкум, тарих сүйер қауым. Бүгінгі әңгімеміз Тама Исет батырдың қызы Ботагөз жайлы. Ботагөз жас кезінде апасы Жапалақпен бірге жүріп, одан соғыс өнерін үйренеді. Жапалақ Тілеулі батырға ұзатылып кеткеннен кейін де онымен аралары үзілмейді. Жапалақ Тілеулі батырмен бірге жорықтарға қатысып, Құралайды көзге ататын мергендігімен қалмақтардың талайларын жайратады. Тек Нияз биге екіқабат болып, оның өмірге әкелгеннен соң ғана бала тәрбиесіне көңіл бөліп, шайқастарға шығуын сиретеді. 1742 жылы Исет батыр мен Тілеулі батырды Әбілқайыр шақыртып, екеуі жол жүріп кетеді. Соны біліп алған жоңғарлар жылқысын алып кету үшін түн ішінде ауылға шабуыл жасайды. Олардан жылқыны тартып алмақ болған қуғыншыларды жоңғарлар қырып салады. Сол сәтте Ботагөз бірден ер адамның киімін, жеңіл көзе сауытын киіп, қолына қару алып, 150 сарбазбен шапқыншыларға қарсы шығады. Жоңғар қалмақтары болса, жолындағы қазақ ауылына қырғидай тиіп, тонап, қыз келіншектерін көгендеп, үйір-үйір жылқысын алып, өз елдеріне қарай беттеген екен. Кенеттен қара бура деп ұрандатқан жас батыр қарулы жасағымен тап береді. Қалмақ басшысы Қонды деген тайшы екен. Қазақ жасақтары оны жан-жағынан қоршап өлтірмек болғанда, олардың бір бүйірінен күрең атын ойнақтатып шыға келген жас батыр қолындағы бұғалығын қонтайшының мойнына салып жіберіп, оны астындағы дәу торысын үстінен жұлып алады. Қолбасшысының жер ұшқанын көрген қалмақтар бытырай қашып, көбі садақ оғына ұшады. Бұл күрең атты жас қазақ батыры Тама Исет Тарханның жалғыз қызы Ботагөз сұлу екен. Қалмақ қонтайшысы қазақ қызынан жеңіліп, тұтқыны болғаны қатты намыстанып, келмек қорланады. Сіңілісінің бұл жеңісін естіген Жапалақ Қыпшақ елінде ақ сарбас шалдырып той жасайды. Ботагөз Исет қызының осы ерлігі растайтын құнды тарихи құжаттар Ақтөбе облысының мұражайында бар екен.